Қайырлы кеш достар, бүгін сіздермен қайнатпалы кремнің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл кремді түрлі торттарға, тәттілерге пайдалануға болады. Алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып, газға қойып ысытып аламыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа және де қантымызды салып, жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне крахмал немесе ұн салып жақсылап араластырамыз. Толықтай араласқан соң, жаңағы газдағы сүтімізді кішкене ғана құйып, тағы да араластырамыз. Енді осы массамызды газдағы сүтке құямыз. Енді газдың астын жай ғана басып, венчикпен араластырып тұрамыз. Басында креміміз сұйық болады, кейін араластыра бергеннен кейін осындай қою массаға айналады. Енді кремді газдан алып, бетіне сары май салып, тағы да майымыз толықтай ерігенше араластырамыз. Дайын болған кремімізді бөлек ыдысқа құйып, бетін целлофанмен жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа салып аламыз. Одан соң пайдалана беруге болады.